Гамма сөйлелену тура Селбектің баяндамасындағыдай. Бірақ оны өңдеуге апталар қажет. Егер сен олардың мемплейін айналып өтіп кластерге қоссаң, онда қуаты шамамен 600 трафлоп болады. Ал мен тек тіс щеткамды ғана алдым. Сарк мұнарасына барсаң қайтеді. Оның жоғарғы 10 қабаты зертханадан тұрады. Бұл саған ұнайды, сөз берем. Рахмет, мен бірақ соңғы рет Нью-Йоркта болғанымда големді жоя жаздадым. Солай. Мен ондағы тыныштыққа кепілдік берем. Күйзеліссіз, тосын сыйларсыз. Ау! Ей! Ештеңе. Есің дұрыс па? Онша емес. Сен оны басқара аласың. Сыр неде? Жаз, бонго, шөптер. Бұл саған күлкілі ме? Жай ғана әзіл. Кеменің қауіпсіздігіне қауіп төндіру бұл әзіл емес. Ренжімеңіз, док. Ештеңе етпейді. Егер мұнда менің қорқатын дүниелерім болса, мүлдем келмес те едім. Сен шиеленіскенсің, алып адам. Денеңді боста. Ал сіз мистер Старктың тірлігімен айналысыңыз. Мен бос емеспін бе? Фьюри бізді неге шақырды? Бұрын емес, неге қазір? Ол бізге тағы не айтпады? Айнымалыларды білмей теңдеуді шешпеймін. Айтпағың Фьюри бірдеңе жасыра ма? Ол тыңшы? Нағыз тыңшы. Оның құпиясының да құпиясы бар. Бұл оны да ашуландырады, солай ма? Мен тек жұмысымды аяқтасам болды, және... Доктор. Адамзатпен жылулықты бөлісу. Локи Фьюриге көп туралы айтты. Иә, естідім. Меніңше ол сені меңзегісі келген сияқты. Бартын Локиге мұнара туралы айтпаса да, ол бәрібір жаңалықтардан көрінді. Старк мұнарасы? Ол ұсқынсыз Нью-Йорктегі ғимарат па? Ол доғал реактордан автономды энергия алып отырады. Мұнара одан жылына қанша жұмыс істейді? Бұл жай ғана прототип. Бүгінде менің компаниям таза энергиямен жұмыс істейді. Бар мәселе осы. Онда неге қалған оны Тессеракт жобасына қатыстырмады? Және мұның соңы қалай аяқталғаны әлі белгісіз. Мүмкін менің бағдарламам қалқанның қорғалған файлдарын бұзғаннан кейін біз бұл туралы білетін шығармыз. Тоқта, не дейсің? Мен көпірге жеткенде Жарбез оны қосқан болатын. Енді біз бірнеше сағаттан кейін қалқанның лас құпияларын білетін боламыз. Жейсің бе? Сені неге шақырмағанын әлі де таңғаласың ба? Айтпағың интеллекттен қорқатын барлау ұйымы ма? Бұл дегенің мүлдем жақсы емес. Локи бізді мазақ еткісі келді. Оның қалағаны соғыс. Егер біз қауіпсіздікті төмендетсек, оның жолы болады. Бізде бұйрық бар. Оны орындау керек. Бұйрықты орындау менің стилім емес. Сен үшін ең бастысы стиль, солай ма? Меніңше зертханада арнайы киім кимеген мүлдем ешкімге пайдасы жоқ, біреу жүрген сияқты. Стив, өзіңде қарашы, мұның бәрі саған біртүрлі көрінбей ме? Кубты табыңдар. Мынау кезінде менің әкем айтатын адамға мүлдем ұқсамайды. Бәлкім мұз болып қатпау керек пе еді? Бірақ оның Локи туралы айтқаны дұрыс. Ол бізді боп салады. Бұл маған динамиті бар койоты еске түсіреді. Ол оның қолында жарылған еді. Ал мен жай қарап тұрдым. Менің ол туралы білгім келеді. Немесе біз сияқты сауыт киюді. Менің сауытты киметінімді жақсы білесің. Мен жалаңашпын. Шеке сияқты. Ал бұл қорқынышта. Ал мендегі сынықтар жүрекке жету үшін әр секунд сайын жабысып тұрды. Ал бұл оны тоқтатты. Бұл жарық шеңбері жай темір емес. Бұл менің бір бөлігім. Бұл қорқынышты артықшылық. Бірақ сен оны басқара алдың. Мен үйрендім. Бұл басқа. Мен сенің оқиғаңды естідім. Бұл сөйлелену дозасынан сен өлер едің. Сенің айтпағың бұл халық менің өмірімді құтқарып қалған жігіт пе? Жарайды. Ерекше пікір. Бірақ бұл не үшін? Жуырда білеміз. Ол маған ұнамайды. Ал маған ұнайды.